Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Казньюс жаңалықтарына қош келдіңіздер. Бүгін елімізде бұрын соңды болмаған бүкіл халықтық дауыс беру өтеді. Сіздің әрбір даусыңыз елдің болашағын шешеді. Бүгін дауыс берудің басты сұрағы: елімізді қай ру басқаруы керек? Дауыс берудің 4 нұсқасы бар. А. Қарғын руы, Б. Мұлат руы, С. Сайман руы, Д. Елдің болашағын бір ғана ру шешуі керек. Барлық ру бірігіп, елді басқару ең лайықты әрі қабілетті адамды бірге таңдауы тиіс. Дауыс беруге қатыспаған азаматтар өз таңдау құқығын өз еркімен бас тартты деп есептеледі. Сонымен дауыс беру дәл қазір басталды. Қорытынды нәтижесін ертең жариялаймыз. Құрсын қазір не телевизорде бір түрлі заттар көрсетіп болып кеткен ба? Қалай мынау? Бірақ біз дыға дауыс берейік. Әке, діні таңдайық. Қойшы соны, дауыс бергенде не өзгереді? Бәрібір соңында өздері қалаған істейді ғой. Басқа жаққа ауыстырды мына не? Жүкте. Tomorrow. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Казньюс жаңалықтарына қош келдіңіздер. Кеше өткен бүкіл халықтық дауыс берудің ресми нәтижесі шықты. А. Қарғын 3 дауыс, В. Мұлат 1 дауыс, С. Сайман 17 дауыс, Д. Барлық руды біріктіріп ең қабілетті адамды таңдау 0 дауыс. Жарамды дауыстардың ішінде ең көп дауыс жинаған Сайман руы. Сайман руын жеңісімен құттықтаймыз. Бүгіннен бастап Сайман руы еліміздің жарқын болашаққа бастайды. Tomorrow. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Сайман жаңалықтарына қош келдіңіздер. Енді бүгінгі маңызды жаңалықтарға көшейік. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы мен тиімділігін арттыру мақсатында бүгіннен бастап еліміздегі барлық мемлекеттік мекемеде жаңа қызмет енгізіледі. Қандай мәселемен келдіңіз? Көлік тұрағына рұқсат алуға келдім. Жеке куәлігіңізді беріңіз. Енді жеті-атаңыздың толық тізімін беріңіз. Жеті-атаңыздың атын білмейсіз бе не? Мен жай ғана көлік тұрғынына рұқсат алуға келдім ғой. Білемін. Онда жеті-атамның не қатысы бар бұған? Жүйе талап етіп жатыр, жүйе талап етеді қазір. Білмесеңіз барыңызшы құрсын. Келесі бір жақсы жаңалығымыз бар. Бүгіннен бастап Сайман руының азаматтары мемлекеттік мекемелерде қызмет алу кезінде кезектен тыс басымдыққа ие болады. Саламатсыз ба, қай руға жатасыз? Сайманмын. Жақсы, онда сізге кезек күтудің қажеті жоқ, кірсеңіз болады. Айтпақшы, Арман? Өзің қай рудан боласың? Мен Мұлат қой. Құрметті көрермендер, алдымен маңызды бір жаңалықтан хабарлаймыз. Арнамыздың бұрынғы жүргізушісі Арман пара алды деген күдікпен кеше қамауға алынды. Мынау не сұмдық? Заң деген бар ма өзі? Айттым мен саған, кеше ғана дауыс бергеннен не өзгереді деген кім еді? Не өзгерді қал? Не үндемей отырсың сен?